Енді былай істейік. Мына Instagram, ВКонтакте, WhatsApp-тың заттарын енгізген, иә? Бірақ қара, енді Instagram-дікін бұлай жазылса, мына жерде дизайнды ойлаймын да, бізде дұрыс па, дұрыс емес па деп. Өйткені Instagram астында біз адамның ссылкасын бір нәрсесін көрсетпейміз ба? Профайлдың атын, иә? Қазір мына жерде Instagram'да бар ма жоқ па белгісіз да. Егер профайлы тұрса, егер басып кіре алмаса, сол профайлмен кіреді деген сияқты да. Иә. Сол үшін мына дизайнды қалай өзгерту керек? Егер бұлай істейтін болсақ, мына жерде астына профайл осылай шығаратын болсақ, менің ойымша әдемі емес болып қалады. Мына жерде профайл тұрады, мына жерде ВКонтакте тұрады, мына жерде WhatsApp тұрады. И то ол WhatsApp номер жарайды, бірдей ұзындығы бірдей болады. А ВКонтактінің барлығында ұзындығы бірдей болмайды ғой. Біреуікі ұзын болады, біреуікі қысқа болады, әдемі емес болып қалады. Instagram-ды сондай болып қалады. Сол үшін бұны тура адамның аты, телефон жазған сияқты былай столбикпен жазуды дизайнды өзгертіп көрейік, иә? Онда біз бұл жерге row қолданбаймыз, қандай layout қолданамыз? Row деген қолдандық қой. Row дегенді ішіне біз 3 сурет салып шықтық. Row-ға салып шықсақ, бұлай бір-бірінің артынан олай тізбектеліп жазылады. Колумн қоямыз. Колумн қоямыз, иә? Колумн қойсақ, бұлай по порядку қойылады. Мен бұлай жасағым келіп жатыр. Колумн қоям, колумн ішіне роулардан толтырып шығам. Қазір көрсетемін не үшін жасағанын ондай. Бірінші бұлай істейміз қазір. Так, бірінші колумн қоямын. Мұнда. Осы колумн ішіне бірінші бір роуды саламын. Мына бәрі роу болып қалды. Енді мына жерге тағы бір екінші роу қоям колумның ішіне. Бірінші оған бұл роуға бірінші Instagram'ның суретін қоям, ана роудың ішіне салам. Одан кейін Instagram қасына лейбл салам. Не үшін? Өйткені Instagram'ның аты шығып тұру үшін, иә? Профайлының аты шығып тұру үшін. Мынандай болды, қара. Бірінші колумн салдым. Толық қызылдың барлығы колумн деген сөз. Одан кейін мына роуды салдым. Роу деген Instagram мен лейблға арналған. Тағы бір роу салам да, оған ВКонтакте мен тағы бір лейбл қоям, тағы роу салам да, WhatsApp пен не қоям. Сол кезде менде толығымен бұлай қарап тұрсаң колумн болып салынады, бірақ ішіндегі әрқайсы бөлек-бөлек роу болып тұрады. Түсінді ма? Иә, түсіндім. Сол кезде лайауттармен жұмыс істеген кезде тек қана тізбекпен немесе ұзынмен деген емес, лайауттың ішіне тағы бір лайаут салуға болады. Оның ішіне бүйтіп құрастырып кете бересің да, лайауттың ішіне лайаутпен. Давай, тағы бір роу салайын. Сен де өзіңде осылай дизайнмен өзгерте бер. Колумн ішінде тұру керек. Сол жақта порядкін көріп тұрсың ғой, колумн тұр, ішінде 2-3 роу тұр. Оның ішінде болу керек. Ал осы роудың ішінде ВКонтакте болу керек, суреті, және лейбл болу керек. Мысалы қара, мына жерде стрелканың ішіне бұлай ішіне кіріп қалса, значит, роудың ішінде тұрған деген сөз, да? Ал баттын роудың ішінде тұрған жоқ. Баттын вообще колумның ішінде де тұрған жоқ. Онымен бір линияда тұр. Егер бір линияда емес, сол линияның ішінде тұрса, значит, не деген сөз? Ішінде тұр деген сөз, иә? Так, лейблді саламыз. ВКонтактен лейблін салдым. Енді үшінші роудың WhatsApp-тың лейблін саламыз. Бізде имидждер тек қана просто WhatsApp-тың, Instagram-ның суретін ғана шығарып тұрады да. Ал лейблдарда именно солардың путтары көрініп тұрады. Так, жасап болдық. Енді мен лейблдан аттан өзгертейін. Әйтпесе кейін шатасып қаламыз, қай лейбл қайсы екен. Так, мынау лейбл. Сіңмай қалды. Ол қазір дизайн өзгертеміз. Лейбл WhatsApp болады мынау. Мен лейблдарын қазір аттан өзгертпесем, кейін есімнен шығып кетіп таппай қаламыз да. ВКонтакте болады. Қазір дизайн өзгертеміз, иә. Лейбл. Инста болды. Так, кеттік. Енді бір жағынан симай тұр. Бір жағынан әрқайсы бұлай не по порядку тұр да, бұлай біреу мына жақта тұр, біреу мына жақта тұр деген сияқты.
Так, оны қалай істесек болады? Оны. Мыналардыкін row, былай салып шықтық. Негізі колум салуға да болады екен бізге. Қара, менде мынандай ой бар. Дизайнда бізде кәдімгі лейблдің ұзындығына байланысты өзгереді. Бірінші лейблдің несін жазып көрейікші. Варианттарын жазып көрейікші. Инстаграмда қалай еді путь деген. Путь қалай қойылатын еді? Собачка. Инстаграм неші кете береді, иә? Мынау мысалы Инстаграм. Мынау дизайнды алдын ала жазып аламыз, қалай көрінетінін тексеріп алу үшін, да? vk.com бақа десек. WhatsApp-тың көреміз енді. 847-119-97-04. Қара, мұнда бізде мынау ішіндегі лейблдің ұзындығына байланысты әрқайсының дизайны әртүрлі болып кетті. Бізде ондай өзгермеу керек. Әдемі болып тұрады олай. Барлығы, мына суреттер бір линияда түзу тұру керек, мыналар бір линияда түзу тұру керек. Қалай істесек болады? Бұлай істесек болады. Мынау суреттермен қазір лейблдар бір-біріне байланысты болып тұр ғой. Егер мен лейблдің сөзін ұзын қылсам, мына сурет сол жаққа қимылдап кетеді. Кішкентай қылсам, қайтадан оң жаққа қимылдайды, иә? Бірақ суреттер маған байланысты болмау үшін бұлар бөлек бір роуға қоям, мыналарды бөлек бір роуға қоям. Өзі әрқайсы бөлек-бөлек тұрады, да? Ол үшін бұлай істейік. Ең басында колум деген аштым ғой. Ең басында колум деген ашылмайды, ең басында роу деген ашылады. Мен жасап көрейін. Ойымда дұрыс болса, солай дұрыс шығу керек. Так, ең басында бір роу ашамын. Өзі бізде parent row болады. Одан кейін барып, енді бір колум ашамда, о колумның ішіне тек суреттер салып шығамын. Суреттер бөлек тұру керек дедім ғой. Так, rowдың ішіне енді тек суреттерді қойып шығамын. Біріншісін Инстаграмды қоям. Екіншісіне ВКонтактені қоям. Үшіншісінде көрінбей қалды. WhatsApp'та қояйын. Инстаграмды кішкене үстіге көтерейік. Мыналар центр болып қалыпты. Мынау колумды біз head width'ті fill контейнер емес, fit контейнер деп жасайық. Сол кезде өзіне қанша керек, соны ғана жаулауға болады. Бұлай. Одан кейін бұның гравитациясын, мынау vertical alignment деген центрде тұр ғой. Бізде центрде емес, сол жақта тұру керек. Сол кезде bottom around vertical емес, horizontal. Сол жақтан, мына жақтан бастау керек, та? Left дейміз. Центр десем, осылай тұрады екен. Мынау, біз Инстаграмда 30 тұпа бір нәрсе қойып қойғанбыз ғой, басқаша өзгеріп отыр. Absolute size дұрыс. ВКонтактеде. ВКонтактеде margin left 10 беріп қойыппыз ғой. Сол үшін 10-ға кет қапты ғой. WhatsApp'та да margin left тұр екен. Үшеуі енді бір линияда тұрды. Бізге керектіндей. Енді мына роуды аламыз да, бұны центр қылмаймыз, бұны verticalды left'тен бастатқызамыз. Басылмайды. Бұл центр тұрады. Horizontal left'тен басталады. Мына left'қа кетті. Барлығы бір линияда тұрды. Енді мына жерде жазу не болса да, мыналар бір линияда әдемі болып тұрады. Енді мұнда
тура осындай тағы бір колум ашамда, осы колумға енді әр лейблді қойып шығамын. Мына жерде менде колум тұр, просто ана үстіге бүйтіп көтере салайын. Так, біздің лейблдар, мына колум бөлек тұр екен ғой. Мына колум, қара, мына колум роумен бір линия тұр. Значит, бұл роудың ішінде тұрған жоқ деген сөз. Біз оның ішіне салымыз керек. Сол үшін мына колумды ұстаймыз да, кішкене ішке жақындатып, былай қоямыз. Содан мына колум бір линия тұр екен. Сонда екеуі ішінде деген сөз. Мына колум, екінші колум ішіне кіріп кетті. Бізге роуға тұр керек ол. Так, былай істейміз енді. Оны ең үстіне көтереміз былай. Потом мынаны ең үстіне көтереміз. Бұны наоборот болады. Енді қандай проблема? Ана боттың толып дегенде үлкейтіп көбейтеміз. Мыналар бізде порядкісі, то есть мынанікі екен көрінбей қалды да. Бізде Инстаграмда absolute size деген бар. 50-де 50. Давай лейблдарға absolute size, мынау хейтқа 50 деп беріп көрейік. Бұл да 50 болсын absolute size. Сол кезде мынамен бірдей болу керек. 50 дедік. Енді контактін жасаймыз. Хейтті 50 дейміз. Мына жерге absolute size дейміз. Мынау үстіге көтер жүреді қазір оны да. Енді WhatsApp-тікін ашып, WhatsApp-тікін көрейік. WhatsApp-ға кереміз ғой бұл. Жоқ, ол үстіге көтереді ғой тағы қазір. Өзі 50 болады, қалғандар үстіге көтер жүреді, көрдің ба? Енді бір-біріне порядкісі тұрды более-менее. Былай. Былай істеуге болады. Мынаның тексті ортасында тұратындай жасауға болады. Так, текст ортасында тұратындай қалай істеуге болады? Қазір көрейік. Text alignment left center. Ол и так центрде тұр. Бізге horizontal center керек. Мынау үстінде тұр, соның ортасына былай, орта жағына тұрғызатындай қылып жатыр. Justify after left дейді, justify дейді, center. Text alignment center былай қарай кетіп отыр онда. Так, advanced'қа кіріп тексеріп көрейік. Position, sizing, position. Position'da бар ма екен? Position. Так, justify content, direction керек емес бізге. Flex lock дейді. Білмейтін настройкаларды осылай оқып, көріп, отырып жасауға болады. Оның барлық настройкасын жаттап болу қажеті жоқ. Оны жаттаудың да пользасы жоқ. Оны не істейсің, лишний информацияны жаттап. Осылай көріп, деп отыруға болады. Бірақ ол үшін не білу керек? Кішкене ағылшынша білу керек. Өйткені мына сөздердің барлығы ағылшынша ғой. Егер ағылшынша түсінсең, уже түсінікті болады да, қайсысы нені өзгертіп жатыр, қалай өзгертіп жатыр дегендей. Border беруге болады екен, opacity беруге болады екен. Барлығын әдемілей беруге болады екен. Так, мына жерде уже түсінікті шығар, былай-былай көрініп тұрған, иә? Бірақ қара, өзгерту дейтін кнопкамыз астқа түсіп кетті. Ол соткада өзі бет астқа бет көтеріп істей салмай ма? Негізі астқа істеп көтеріп істеуге болады. Кейбір соткаларда болады. Ол үшін мына жақта бізде scroll деген болады. Scroll деген енгізу керек. Ең бастапқыға scroll деген енгізесің. Scroll деген сондай бүйтіп астқа түсіріп көтерілетіндей вариант жасайды. Қазір мұнда бар ма жоқ па? Сен де бір рет астқа түсіп кеткен кезде өзі көтерді ме төбеге қарай? Жоқ. Көтерілген. Жасағанда көтерілді, иә?
Иә. Так, өзгерту деген ең астында емес. Кәдімгі көп проектті қарасаңдар, мына жерде меню ретінде төбеде тұрады ғой, мына жерде кішкентай болып суретпен. Иә. Ол жерге қойып көрсек қалай? Қойма. Ана шығу деген сияқты. Иә, шығу деген сияқты сол жерде тұрады да. Давай, сол жерге мына профайл ба, мына жерде тұрмыз ба? Значит, мынау роу, мынау бізге қандай роу? Image row мына жерде тұр екен, иә? Давай, screen профайлдың үстіне мына жерге бір image қойып көрейік, сол image-ға edit жасайтын иконка береміз. Edit деген мағынасы негізі өзгерту ма? Иә, edit деген өзгерту. Біз мына өзгерту дейтін кнопкамыздың меню оны мына үстіге ма төбеге қойып қоямыз да былай. Суретті қойдық. Бірақ сурет мына жерде болып қалды да. Бұның да бэкграундын неге берейік? Бірақ мына көкті тұрған әдемі еді ғой оның. Көктің ішіне кетіп қалды ғой. Роудың ішіне кіргізіп көрейікші қалай болады. Екі сурет бұлай болып қалды. Так, іске қоямыз да, бұлай қарай қимлат жүруге болады. Менде мынандай идея болып тұр. Бұл жерге де бір роу қойайық. Өйткені біз артын көк болып тұр, мына жер ақ болып тұрған әдемі емес қой. Сол үшін бұл жерге де бір роу қоямыз. Ең бастапқыге ол роудың ішіне мына имиджді саламыз. Соның шетіне қойамыз. Соның шетіне қоямыз да, роудың бэкграунд мынандай көк көмек цвет боламыз. Телефонды ашып көрген кезде бүкіл цветі бірдей сияқты көрініп тұрады. Біз білетіндей елу. Жоқ, елу үлкен болып кетпей. 50 үлкен болып кетеді, 20 қалай. Андай кішкентай меню сияқты тұру керек қой бізге. 20 кішкентай емес па? 30 қылайық, иә? Кішкентай қойады. 30 қылайық. 30. Енді мына роудың бұның несін horizontal alignment центрге қоймаймыз біз затты, оң жаққа жібереміз, иә? Иә. Right дейміз. Мына кетті. Меню сияқты болып қалды, иә? Иә. Енді бұның background-ты color мынау сияқты жасау керек, сол кезде барлығы одно целый болып қалады. Күшті болды, мына жерде меню тұрады. Енді мына менюға edit дейтін не беру керек? Иконка беру керек, иә? Сурет. Edit дейтін иконканы қалай іздейміз? Edit дейміз да, айконды біздегі болады. Кейде айкондар әртүрлі болады. Сайтқа арналған айкон болады, басқа да бір суреттерге арналған айкон болады да. Сол үшін точносын табу үшін бізге mobile edit айконды біздегі болады. То есть именно телефонның арналған иконкалар деген сияқты. И PNG деген іздеу керек. Өйткені мыналар платный иконкалар артынан да бүйтіп сызылып қалғандар, бұларды сатып алу керек. PNG free деп іздесеңдер болады. PNG деген артында суреті болмайды, free деген уже бесплатный деген сөз да. Так, қайсын қоямыз? Мынаны қоя саламыз да? Сол біріншісін көреміз. Үлкен сияқты мынау. 20-да 20-ға 800-де қою. Ой, да, үлкен. Үлкен ғой. Бір бізге максимум 50. Давай, былай істейік. Мына жерде settings-та, tools-та size деген болады. Tools-ты бассаң, именно қандай размердегі керек. Any size емес, icon дейік. Мына. Ол бізге кішкентайларды ғана қайтарады, көрдің ба? Иә. Даже 50-де x 50 деп қойсақ та болады. Ол бізге 50-де 50 сайыздағы иконкалар қайтарады. Ну, или кішкентайларды қайтарады. Қара жақсы, онда қара. Қара ма? Көзге бірден Қаны қоямыз ба? Қана. Мына адамды өзгерту деген сияқты көрініп тұр да. Иә. Осы жақсы. Так.
Copy image address deyimizde. Так, mına image'ga baramızda. Ол баттын емес па? Ай, Ol image. баттынға сөйтіп қоюға болады. Жоқ, біз image, да, көрейік қазір image баса аламыз ба, баса алмаймыз. Біз тек қана button'ды баса аламыз ғой, иә? Иә. Қазір көреміз, image баса аламыз ба, баса алмаймыз ба? Аха, image баса алмайды екенбіз. Тек button'ға қоюға болады екен. Танкі болды. Значит, мынаны біз button'ға өзгертуіміз керек. Button'ға сурет қоя аламыз ба? Иә, болады, қоюға болады. Болады, иә? Қоямын. Онда button'ды қоямыз онда. Кодпен жазған кезде кез келген нәрсеге клик жасауға болады да. Мұнда да сондай ма деп ойлап қалдым ғой. Ондай емес екен. Значит, клик жасау үшін тек қана button'ды қолдану керек. Яғни image-ді алып button'ға барамыз да. Button'да background picture-ге қоямыз, иә? Иә. Так, button'ның background color деген өшіріп тастаймыз. Button тексті өшіріп тастаймыз. Аха, домалақ болып қалды. Так, background color мынаның орнына ше андай прозрачный қоюға бола ма? Білмеймін. Қазір көреміз. Мына прозрачный тұр, прозрачный қойып көрейік. Болады екен орында. Сонда андай артында прозрачный болып тұрады да, ештеңе көрінбейді. Мына image-ді удалить жібереміз. Так, button'ды қойдық. Button 1. Бізде button edit дейтін бар еді, иә? Иә. Былай істесек болады. Мына button edit бізге керек емес қой жоқ. Мына Иә, астындағысы ма? сол үшін мына button 1 дегенді button edit 1 дей саламыз. Өйткені қазір дубликат болады ғой. Button edit деп жазамаймыз. Button edit 1 дейміз да, мына жақтағы button edit дегенді өшіріп тастаймыз. Тоқта, бірінші блокты өзгертіп алайық. Әйтпесе блокты өшіп қалуы мүмкін. Button edit деген. Button edit 1-ге ауыстыра саламыз. Button клик басылған кезде профайлға өтетіндей қылып. И керек емес заттарды өшіріп тастаймыз. Бос тұрған қажет жоқ та, өйткені қолданылмайтын заттар тұратын болса, мынандай суреттер, оларды память алады да проектіміз, үлкен болып кетеді. Так, кеттік. Editті бассақ мынаған кіреді, мыналар бассам мынаған кіреді. Мына арасында неге? Арасында мынандай пайда болды. Өшіп қалмай ма кейін? Live тестте өшіп қалатын шығар. Өшіп қала ма? Давай. Білмеймін, жоқ өшіп қалатын шығар. Бәрі тестте өшіп қалды. Live тест тексеріп көрейік қазір. Так, intertest@gmail.com, interpassword 126, логин жасадық. Мына жерде мен логин әлі жасамадым. Мына шықты. Шықты. Соз өшіп кетті. Көп кетті. Мынау кішкентай болып қалды. Үлкен болып кетті мына жер. Мынандай болды. Біздің мынау Instagram мыналарымыз что-то не то болды ғой. Андай қосылып та бүйтіп астыға бүйтіп жүргізетін қойдыңыз ба? Иә, қазір ойлап тұрып соны қалай істеп болады. Мен қазір телефонға тексеріп көрші телефонмен. Кейде бізде live тест, ол неменкі ғой? Live тест браузерда істейді да, ол басқаша істеуі мүмкін. Мен телефонда ашып тексеріп көрейін қазір осыны. Телефонмен может кейде әдемі болып шығады да. Қара, телефонда тексердім, телефонда дұрыс шықты, әдемі шықты. Значит, телефонмен тексерсе дұрыс болады. Мынау роу үлкейіп кетті. Сол үшін осы роуға кішкене кейтін өзгерту керек. Так, біздің мынау button'ымыз, button'ға да абсолют сайз бермесек, бұл да үлкейтіп жіберіп жатыр. Бағана 30 береміз дедік, иә? 30 дейміз. Одан кейін мына роуды
Absolute size. Ой, разрешишь, кажется. Aha. 30 deymiz. Nerede şey? Net және ана ссылкаларын үстіне біз қалай көтереміз? Üstüge. Қалай көтереміз? Ссылкаларды üstüge қалай көтереміз? Екі кол орын ауыстырылуын ба? Жоқ, ана мысалы vk.com деген сияқты орта жақта тұр ғой. Ал анау үстінде тұр мықтыбақа деп жазып тұр. 50-50 болдым просто. Барлық absolute size 50-50 болдым, ол бір-бірінің үстіне көтеріп жіберді. Absolute size 50 берсең, ол бір-бірінің үстіне көтеріп жіберді. Бейді ана сотканы бейді қозғалту қайсысы? Бейді астыға түсіріп көтеру көтеру. Жоқ, оны қою қажет жоқ, ол өзі автомат қойылады ғой. Мұнда таппадым, онда жоқ сияқты. Маған соткадан істегенде дұрыс болды ма? Сонда солай. Сотка істелгенде, иә, маған андай бетіп астыға түсіріп көтеретін керек емес болды, сотканың бетіне сидім менде барлығы. Болды. Қазір edit бет. Бізге одан кейін мына жерге Инстаграмға имидж қоймау керек екен, баттын қою керек екен. Біз оларды басып өтуіміз керек қой. Имидж басамаймыз ғой, біз тек қана баттынды баса аламыз ғой. Сол үшін оларға баттынды қою керек. Енді ойланып тұрмын, баттынды сол суреттерге қоямыз ба, немесе жазуларға қоямыз ба? Адам жазуға басып өте ма, суретке басып өте ма? Жазуға басып өткен дұрыс шығар. Иә, жазуға басып өткен. Андай логически жазуға басым келіп тұрады сен. Сурет басқаннан гөрі. Онда ана жерге лейбл қоймаймыз, баттын қоямыз онда. Сендегі лейблдің орнына баттынды қосылайық лучше. Лейблдің орнына баттынды қойып, сол баттындарды басып өтетін деп жатыр. Так, мен де қойып шығайын қазір. Баттың аттарын сразу өзгертіп қой, қателесіп қалмау үшін. Қойып аттанда. Иә, өзгерттім. Баттың инста. Баттың. Button WhatsApp. Oldu. Баттындардың артында background color деген көкті прозрачныйға өзгерту керек, транспарент деп. Бағанағыдай, менде жасағандай. Так, текст color'ды ақ болып тұр ғой, бізде соны қара қылу керек. Сол кезде текст көрінеді. Және мына жерге примерно просто үшін жазып қоя саламыз.
Хейтті абсолют сайз 50 болу керек. Ссылкалар. Мынасы, мысалы ше, мықты бақа деп жазғанда өзі бірден кіріп кете ма, шапочканы жазғанымыз үшін? Жоқ, оны біз өзіміз қазір жасауымыз керек. Ол жердегі, ол просто пример ғой ол жерде. Қазір біз ссылканы өзіміз анау баттың оң клик басқан кезде сол жаққа ссылканы жазамыз. Мына жақтағы тексті бұл Қазір көреміз, ссылка кіретінде. Бірінші тексеріп көреміз. Одан кейін барып, через Firebase оқитында жасаймыз. Паспен жасай береміз. Бұны біз уже тестті, Tankable'дың емес, телефонмен тест жасауымыз керек қой. Вебта, WhatsApp, контакт мүмкін да? Бұнда табу мүмкін. Ай, ана, VK-ның ссылкаларын қалай аласың дедім? VK-ның ссылкаларын қалай аламыз дегенде, өзің контакт ссылкаларын бар? Иә. Оларды осы браузермен ВКонтактеге кіресің. Соқтан өзіңнің кабинетіне кіресің. Ең үстінде браузерда анау URL деген жерде сол ссылка тұрады. Түсіндің ба? Иә. Менің контактым қандай екен көріп ғой. Ой, мынау добро пожаловать деген. Көрмеген ба? Так, менде мынандай екен. Енді мына қолың барлығын аламын да. Бұл жерде vertical деген центрге тұрмау керек. Мына центрге тұра беріп, horizontalды left'ке жақындатамыз. Мыналардың қасына жақындап тұру керек. Бұл жерде барлығы более-менее порядка әдемі тұрады. Так, мына суреттерде бақытында border тұр ма? Или мақылы көрініп жатыр ма? Border radius. Неге тұрсың сен? Баттындарда border дегенде алып таста, бат сияқты көрінбей тұру керек ол. Border қайда? Мына баттындардың шекіндегі домалақ болып тұрған неден алып таста дегенім ғой. Так. Көрдім. Мен телефонмен бір рет тест жасап дизайн тексеріп көрейін. Егер дизайн жақсы болса, ары қарай функциясына кірсін. Сразу функциясын жазбай, бірінші дизайн тексеріп алу керек та қазір. Так. Дизайным жақсы. Telefonda нормально çıktı. WhatsApp'tың ссылкасын қалай алады? Son мен де ойланып тұрса, WhatsApp'тың ссылкасын қалай алдырамыз? Nasıl ойланамыз ғой. WhatsApp'тың ссылкасын пока телефон номерін жазып қой. А так, былай ссылканы қалай алатынын пока білмеймін қазір.
Так, endi men mына жақта тексеріп көрейін. Так, бірінші ВКонтактеге кіргізуді жасайын. ВКонтактың ссылкасы менде бар. When on button click деген бар. Осыны басамыз. Басқан кезде өту керек. Дәл өтетін жақта функция болу керек. Аха, мына open link дейтін бар екен. Басамыз да линкті өшіріп жазамыз. Так, менде істеді. Функциясы. Көрсетейін бе қалай болған? Так, Instagram Путинді алайын мен қазір. Instagram Путин. Instagramда бұлай жазсақ, ол таппай қалуы мүмкін. Сол үшін Instagramның именно өзім Путин қандай екенін бұлай тауып алайын қазір. Именно өзімкіне кіргізейін. Мына instagram.com бақа осылай екен да. Путинді аламын да. Бізге WhatsApp'та емес, бізге Telegram'да қойуға болады. Telegram'да ссылкамен де кіреді ғой. WhatsApp істемесе, Telegram'мен кіреміз. Так, Instagram'ды басам. Менің блог көрініп тұр ғой. Көрініп тұр. Мына қара. Button Insta клик басылған кезде, мұнда контролда Open Link дейтін не бар? Функция бар. Open Link дейтін функция ол осы ссылканы аш деген сөз да. Бізге мысалы осы ссылканы осылай беріп қоямыз. Так, бірақ қара, instagram.com туда-сюда деген ссылканы әшін просто жазып қоя салдым да, бір тексеріп. Мына жерде өзім ВКонтактеге ссылканы жаздым, мұнда Instagramға ссылканы жаздым. Енді WhatsAppқа ссылканы көрейік. WhatsAppқа ссылканы... WhatsApp'та мынандай бір не бар? Сайт бар тоже, WhatsApp'қа ссылка жазатын. Так, API мынандай деген сөз. Аха. Мына номердің орнына өзім номерін жазам. 97. Мен қазір өз-өзімен жазамаймын ғой. Аша салайын, көреміз не болатын. Мен осы ссылканы қоямын. Сен осы бір ВКонтактінің ссылкасын осылай жазып тексеріп көр. Open Link деген басасың. Мына жерде ВКонтактінің ссылкасын басынан бастап осылай жазып шығасың. Мына жерде Instagram'ын жазып шығасың. Мына жерде WhatsApp-тікін осылай табасың. WhatsApp-тікі abi.whatsapp.com дейді да. Осылай деп жазып шығасың. Тәстесе мен оның саған ссылкасын жібере саламын. Осылар жаза бер сен, е? Мен қазір телефонмен тексеріп көрдім. Link деген не үшін екенін түсіндің ғой? Иә. Так, менікі Instagramға өтті. ВКонтактіге өтті. WhatsAppқа өтті. WhatsApp'та мына жерде плюс 7 деген керек екен. Өйткені 8 деген болмайды екен, плюс 7 деп жазылған екен. WhatsApp'қа да өтті. Болды, иә. Болды, иә. Қара, мынау істеп жатыр. Кейін телефонмен тексерсең істейді. Мен өзім тексердім. Енді қара, біз edit жасаған кезде, мысалы, vkontakte.com мықты.бақы деп жазамыз ғой. Бірақ адамдар мынаны бұлай жазу керек екенін білмейді ғой олар. Дауысың естілмей қалды. Ой. Мысалы, мына адам өзінің ВКонтакте профайлын жазу үшін тек қана мынау өзінің аты жөнін ғана жазады. vk.com туда-сюда деген ол жазбайды. Instagram'да бүкіл мұнан барлығын жаздыру қажет жоқ, өйткені бұл барлығында бірдей өзгермейді ол.
Олар тек қана мына профайлды ғана жазады. Ол жарайды. WhatsApp'та мынаның барлығын адам жазып жүрмейді ғой. Білмейді ғой бұны бүйтіп жазу керек екенін. Иә. Соны қалай істейміз? Қара, былай істеуге болады. Біз тем более бұны қазір біз Firebase-ден алуымыз керек. Firebase-ге жазып қоямыз біз мына мықты бақа, телефон номерлерде. Сол үшін мына жақта бір variable ашамыз. Variable деген бір үлкен андай бір инициализация жасайтын бір variable-ды қалай түсіндірсем болады? Бір объект ретінде түсін, бір variable. Мына жерге инициализация app деймізде variable-дың атына VK link деп жазып қоямыз. ВКонтакте link деген сөз да. Енді ВКонтакте линкке текстқа мынандай бір текст жазып қоямыз. Мына текстқа бағана біздің ВКонтактенің тексті. Қара, бірінші мында қара, одан кейін жазасың. Түсініп ал. Мынандай ВКонтакте линк дейтін бір variable аштым. Тағы қандай Insta link дейтін екінші variable ашам. И WhatsApp дейтін. Так, мынау бізден нақты тұра берсін, бұл асау бар. Бір тар. Мына жерге WhatsApp link ашам. Енді Insta linkті менде осындай екен. WhatsApp linkті менде мына WhatsApp-тың телефон номерін сақтаймын. Жазып аламын. Енді мынау линктарды, мынау variable-дарды мен мына жерде қолдануым керек. То есть бірінші мынау мықты бақа деп өзі тұру керек, ары қарай мына нәрсені мына жақтан алу керек маған. Оны алу үшін былай істейміз. Өйткені мынау vk.com деген жаздырмау үшін да текстте бізде join деген бар. Join деген сөз мағынасы қандай? Қосылу. Қосу деген сөз. Значит, мен мынау былай істейміз. Мына текстті аламын да. Join мына сөзбен мына variable-ды бір-біріне қосам. Қазір көресің қалай болған. Так. VK link тіктен да мынаны тік қостым. Сол кезде не болды? Менде vk.com туда-сюда болды и app link болды. App link деген менде қайсы? Ол менде мына жазу. Сол кезде мына жазу мен мына жазу бір-біріне қосылады да жазған кезде қандай болып жазылады? Қандай болып тұрады да соңында. Және осы ссылканы басқан кезде менде телефонда кіріп кетеді. Сол кезде адамдар сұрамаймыз, VK деп жаз деп. Енді Instagramда солай жасап шығамын. Instagram бірінші com деген көшіріп алайын. Бұнғы қалай болған, е? Иә, түсіндім. Так, VK link емес, Insta link дейміз мына жерге. Мына жерде мынаны join деп аламыз да. Енді мына WhatsApp-тың бүкілін былай көшіріп аламыз. Мына жерге қоямыз да, мына жерге WhatsApp link дейміз да. Қоя саламыз. Давай мен тексеріп көрейін қазір. Пока ол біздің неміз ғой бұл, ойымыз ғой. Бұлай шыға ма, шықпай ма, біз точно білмейміз ғой. Басында осылай жасауға болады деп ойланып көреміз. Может, танкі бұл басқаша ойлайтын жер бізге қарағанда. Сосын бүкіл нәрсеміз тексеріп алайық. Шықты, иә. Осылай екеуін қосуға болады екен. Анашы, VK link пен неде инсталлинтерде мықты бақа деп тұру, мысалы VK link'де атын сонда мықты бақа ма? VK-да? Иә. Жоқ. Бұл жерде линк басқа болады, атын басқа болады. Линкті, мысалы, қазір қарам, мысалы көрсетемін. Мысалы, ВКонтактеге кіремін да мен қазір. Моя страница деген берем. Страницада, мысалы, мен атын жөн қара, Мықтыбаев Бақытжан болып тұр да. Бірақ ссылканы қойған кезде, ссылкада мынандай тұрады. Настройка жасаған кезде ссылканы қоясың ғой сен. Иә. Мына жердегі ссылка қайсы осыны көшіріп жазу керек. Кейбіреулер ссылканы қойылмаған, кейбіреулер ол жерде бір ID ма, бір нәрсе тұрады, ыбыр-жабыр болып тұрады. Соны қою керек болады. Осыны көшіріп ал. Так, енді қара. Біз мынау ВКонтакте линкті, Инстаграмды, WhatsAppты, бұларды біз жазып қоя алмаймыз ғой. Бұларды біз қайда салуымыз керек? Firebase-ге салуымыз керек. Firebase. Иә. Значит, енді онда бірінші былай істейік. Screen Edit Profile деген неге кіреміз. Осының дизайны еже, мына жаққа не саламыз?
ВКонтакте link, Instagram link, WhatsApp link деп жазатын тағы 3 нәрсе қосуымыз керек. Өйткені каждый раз ол жақтан алып жүре алмайды ғой. Давай осында 3 нәрсе қосып шығайық. Болды. Сенде уже ондай нәрсе 5 нәрсе болып тұрған шығар қазір. Я везде отыр. Тағы астына үшеу қосасың. Айналу керек одан кейін. Сен экраныңа дизайнды сүйіп жатыр ма? Так. Мынаған мен топқа 10 берем, кішкене асқа түсірем да. Бұны мен VK link деп қоям. VK link деген түсінікті бола ма оған? VK Inter Counting. Текстің инпуттың аттарында сразу өзгертіп қойып, қателес қалмау үшін. Уже бізде текст инпуттар көбейіп жатыр. 1, 3, 4 дегендерді уже түсінбей қаламыз. Ай, enter VK link деп қоямыз ба? Мен VK аккаунт салдым. Түсінбей қалуы мүмкін, аккаунт десем түсінікті болады. Аккаунт. Блокқа кіріп, бұларды Firebase-ге салып шыға берейін, я? Сен олар барлығы дайын шығар. Так, CT демес, мен бірінші берем, 0 болса, enter foto error да, save foto. Блокқа кірген кезде мына жерде бір нәрсе өзгерту керек, я? Блок, Firebase-ге салып атқан кезде мына жерде қара. Бізде CT енгізген кезде keyға CT деп жаздық қой. Мына жерге keyға VK link деп жазсақ болады. Ой, қаяқта кетті мынау. Дұрыс. Или VK деп жазуға болады да. Мына жерде keyда арасында пробел болмайды. Мынандай пробел қоюға болмайды. Firebase-ға link салған кезде, keyға салған кезде. Егер VK link деп жазғың келсе, нижний черточка қоясың да link деп жазасың. Тағы бір нәрсе жазғың келсе, нижний черточка қоясың да аккаунт деп жазасың. Көрдің бе, арасы бөлініп жатқан жоқ. Бірге барлығы. Егер мына екеуінің арасына пробел қойсаң, Firebase-ге VK link болып барады да, мына аккаунт бармай қалады. Мына бөлек сөз деп ойлап қалады. Болсын. Сол үшін арасын линкті бөліп жазға болмайды. Қысқаша VK деп жазсаң да болады. Так, VK-ны алдық. VK-ны алдық. Error дедік. Insta'dan алу керек. Error жаздық, Insta дедік. Дұрыс. Енді соңғысы біздер WhatsApp қалды.
WhatsApp'tan alamız. Eğer error olsa WhatsApp error deb yazamız. Ondan keyin WhatsApp'tan alamız. Mına жерге WC deb keyga жазып qo'ya salamiz. So'ngida WhatsApp'ni yengisi ne bo'ladi? Bizde profilga qaytamiz. Eng so'ngida qaytib kerak. O'rtasida qaytgan variant bo'lsa, onu o'chirib tashla. Meni o'rtasida turgan bu yerda. Yo'q, o'rtasida turgan yo'q. Осындай болды сонымен. Баттың клик басылған кезде неймді оқиды, телефон оқиды, сети оқиды, ВКонтакте, Инстаграм, WhatsApp'ты оқиды да, соңында скринға секіреді. Жақындатып қойып. Bunu жазып қоя салу. Sende telefonda көрініп жатыр ма? Иә, көрініп тұр. Как неден танкымдан қайтты. Болды. Бәрі жақсы. Сектор, иә. Енді да осыны edit'қа кіріп, Firebase-ге дұрыс кіре ма, кірмей ма, бірінші соны тексерейік. Одан кейін Firebase-ден қабылдауды тексереміз. Edit жасап, иә. Давай, оны телефонмен емес, былай да тексеруге болады екен, мен осылай тексере салайын. Так, логин болып кіремін. Мына жерде бардак болып тұр, бірақ телефонда нормаль әдемі болады. Мына жерде бөлім меню болып тұр. Мына менюді басқан кезде edit'қа кіреді. Аты жөнімді жазам басынан. Менікі лайф тестке қайттан шығып кете берді. Да. Телефонға қосылып жатыр ғой ол. Телефонда ашылып жатыр лайф тест. Я айтпақшы оны кетсін. Так, ВКонтакте аккаунтта енді бізде мені ВКонтактем қандай еді? .baha. Инста аккаунтта просто baha. Мені? Енді WhatsApp номерді плюс 7 мен бастау керек. 797-197-01. Сақтаймыз. Мұнда кетті. Енді Firebase-ге кіріп, мен тексеріп көрейін. Мен сақтаған данылар келді ме, келмеді ме? Егер Firebase-ге дұрыс келсе, енді Firebase-ін алуды соны аламыз да, профайлда қоя саламыз. Registration деген lesson. Так, мына менде келді. ВКонтакте деген келді, WhatsApp деген келді, Instagram деген келді. Барлығы келді. Так, енді осыларды мен мына профайлда мыналардың орнына қойып шығым керек қой енді қазір. Осылардың орнына. Соң қоятын жерді жасайын.
Так. Оны қойышын қара. Дауысын өшіп қара. Мұнда біз мына variable-ға теңесіп, потом variable-мен екеуін қостық қой. Иә. Variable-дің осы variable-ға өзгертуім керек. Мынаның басында мынандай. Бүйтіп, мыналарды алып тастаймыз уже. Осылар кетіп қалмау керек енді. Бүйтіп алып тастаймыз. Ya. Енді мысалы мына жерде get деймін да, мынаны дубликат жасаймын. Get city емес, контактын алады бірінші. Firebase-ден. Егер нормальный болса, label-ға set value жасамаймын. Так, мына loading-ді алып тастаймын. Loading ең соңында тұру керек. Мына жаққа бүйтіп қойып қойып. Мына жерге мен label-ға қоям, дұрыс. Label-ны аты қандай еді менде? Так, менде button ВКонтакте, я button ВКонтактінің set текстін өзгертемін бірінші. Так, давай. Button set текстті аламын да, мынаған қоямын да, мынаған тұра берсін. Value-ды бұлай апарып қоям. Мынау бізде керек емес. Так, button-ға қойдық. Енді бұл менен button ұнамайды, мынау label-дан алады ғой, variable-дан алады ғой. Значит, variable-дан да атын өзгертіп қойым керек осы жерде. Так, variable аламын да. Set. Set нежді VK link-ті аламын да, мына жаққа да value-ды бұлай қойып қоям. Не үшін жасадым деп ойлайсың? Білмеймін, түсінбей қалдым. Қазір түсінбей қалдым, түсіндіремін қазір. Мына екен бай. Отырайын. Қара, менде мына жақта бағана бір текст болған. Мысалы, допустим, мына жерде менде бағана деген бір текст болды. Но мен ВКонтактың ссылкам, я? Мен мына текстпен мына екен қостым да, осы үлкен ссылканы құрастырдым да, осы ссылкамен не істеп жатырмын? ВКонтактың ашып жатырмын, я? Енді қара, менде мына сөзді, мына мықты деген сөзді қайдан алу керек? Firebase-ден алу керек, Firebase-ге енгіздік қой біз. Бұл сонда керек емес пе жоқ? Мынау керек емес жоқ. Firebase-ге енгізу үшін мынау ВКонтактың app линкті Firebase-ден алған value-ды осыған теңестіреміз. Сөздің app линк Firebase-ден келген сөз бар ғой, осыған теңеседі да, мынау барады да мына жерге тұрады. Мына жерге келген value мынаған теңесті ғой. Осы теңескен value Firebase-ден алған value-ны алады да, мына жерге қояды, екеуін қосады да, осы жерден ашады. Түсінікті ма? Иә. Мұнау бізде инициализация деген ол басында ашып қою керек. Осында бізде VK link деген variable бар. Оның app-да қолданылады деген. Мұнау басқаша түрлері бар, бір app-да қолданылады деген. Мынаны ашып қойымыз керек. Пустотаға теңестіреміз. Одан кейін ол Firebase-ден алады да, VK деген keyword-пен. Осын value-ды, осын алып теңестіреді. Теңескен value барады да, мына екеуі бірге қосылады да, ВКонтакт басқан кезде мынау ашылады. Давай, енді осыны лайфта істеп жасап тексеріп көрейін. Оны уже мен телефонмен тексеруім керек. Жоқ, бірақ көрейікші, мынамен тексеріп көрейікші, может ашылатын шығар. Нақты, телефонда браузер сияқты ашылатын шығар мүмкін. Мына. Басылды. ВКонтактіге кірді мына. ВКонтактіде жазылып тұр. Бірақ мынау лайф тестіміз біздің просто мына телефон ВКонтакте ашамады. Значит, істеп тұр деген сөз. Енді мен телефоннан тексере салайын. Мынау шығады осылай. Мына жерде Firebase-ден дұрыс алып тұр. Шығып жатыр, значит. Енді мен осының Instagram мен WhatsApp-та осылай жазып қояйын. Деп оқиды.
Mына жерде инста линкқа теңесе, мына жерде vk емес, инстаға теңесе. Дубликат деймін да. Insta емес, WhatsApp деймін. WhatsApp link деймін, мына жерде. Insta link, WhatsApp link деді. Мына жақта барлық фотосы. Енді лайктар тексеріп көреміз. Шықты, мына жерде WhatsApp көрініп тұр. Мынау Бағана ше, ана біз VK-ның ссылкасын ше енгіздік қой неге? Firebase-ге. Сол қайерінде тұрады? Database тұрады, я. Болмай тұр сол. Real time database деген жерде тұрады. Болмай тұр. Nerede real time database дегенге кіресің, сол жақта real time database дегенге кіресің, и мына жерде мына ВКонтакте, WhatsApp дегенде тұрады. Неге шықпай жатыр ма солар? Иә. Соны ашып көрсеңші көрейін. Кабілет қойын. Firebase ашып көр, ол шыққан. Ай. Иә. Ана ше, мына телефонмен неге кірдім ма, VK-ны бастым, VK-ны бассам, VK-м шықпады, тек қана vk.com бакер 26 деп қалды. Не удалось найти IP адрес сервера. Сен VK-да мына жерде нені қойдың ба? Мына тексті дұрыс жаздың ба? VK-дан кейін мынандай тағы бір не болу керек? Кішкентай бэкслэш болу керек. Не болу керек? Анау ма? Соны істемек па? Соңында тұрған. Соны қою керек. Соны қоймасаң, ссылка дұрыс емес болып тұрады. Болды. Сау болыңыз. Жақсы, сонда давай.